Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жанды табиғат, тіл және сөйлеу. Бұл сабақта сіздер сөйлеу дегеніміздің не екенін, оның не арқылы жүзеге асатынын және түрлерін ажыратуды үйренесіңдер. Табиғатқа ойша серуен. Қазір біз табиғатқа серуенге шығамыз. Көздеріңізді жұмып, терең тыныс алыңыздар. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. Табиғаттың әсемдігінен балғындығын сезініңіз. Гүлдерді иіскеңіз және қош иісін жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, ары қарай жүре беріңіз. Гүлдер мен ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Біз өзімізді орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Ағашқа жақындаңыз да, оны дүңінен құшақтаңыз. Оның қуаттылығын сезініңіз. Ондағы өмір қуатын сезінуге және ұғынуға тырысыңыз. Табиғат неткен ғажап, оны қалайша сүйетінімізді, қадірлейтінімізді, бірде-бір тірі жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасауды түсінеміз. Айналаға тағы бір қараңыз. Таза ауаны терең жұтыңыз. Өз орныңызға қайтып келіңіз. Оқушылар, енді көздеріңізді ашып, серуенде көрген қызықтарыңды айтып көріңдер. Табиғаттың таза ауасы мен шипалы суы, Ну орманы мен Асқар тауы қандай керемет. Мейірімді күн ана жерге шуағын төгіп тұр. Құстардың сайраған әсем үндері естіледі. Бұлттары әппақ мақтадай, шөптері жерге жасыл кілем төсегендей. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. Табиғаттың әсемдігін бір-бірлеріне қалай және не арқылы жеткізіңдер? Әрине дұрыс айтасыңдар. Тіл арқылы, сөйлеу арқылы жеткіздік. Демек, адамдар бір-бірімен тіл арқылы сөйлеседі екен. Жарайсыңдар, оқушылар. Ендігі кезекте оқулықпен жұмыс жасайық. Сөйлеу не үшін қажет? Ол не арқылы жүзеге асады? Сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Сөйлеу ғажап құбылыс. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән қасиет. Сөйлеу сұрақ, жауап, әңгімелеуден тұрады. Сөйлеу туралы толығырақ мағлұмат алу үшін мына бейнематериалға назар аударайық. Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі. Біз күнделікті өмірде не істейміз? Бір-бірімізбен әңгімелесеміз, бір нәрсені сұраймыз, немесе оған жауап береміз. Достарымызбен ойнаймыз, сабақ айтамыз, інілерімізге жақсы кеңес береміз. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар мен хабарларды сөйлеу арқылы жеткізіп отырамыз. Ау, Айдос, сен неге көңілсіз келе жатырсың? Мен сені қазір көңілдендірейін. Қойшы, Қуаныш. Менің күлуге де, сөйлеуге де зауқым жоқ. Тілім ауырып келе жатырмын. Тіліме теріскен шығыпты. Оу, сөйлеудің тілге қандай қатысы бар? Қызық екенсің. Тіл болмаса, қалай сөйлей аламыз? Тіл, сөйлеудің басты құралы екенін есіңде сақта. Сонымен, Айдос пен Қуаныш бір-бірімен өзара сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасады. Ендеше, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда, ауызша хабарлағанда жүзеге асады. Сөйлеу арқылы өз ойымызды өзгеге жеткізе аламыз. Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі туралы бейнематериалдан біраз мағлұмат алдыңдар деп ойлаймын. Қазір толықтыру ойынын ойнайтын боламыз. Ойынның шарты бойынша сіздерге сызба көрсетіледі. Сызбадағы тіл арқылы адам сөйлеседі сөйлемін бірге оқиық. Тіл арқылы адам тағы не істейді? Дұрыс айтасыңдар. Тіл арқылы хабар береді. Тіл арқылы пікірлеседі. Тіл арқылы білмегенін сұрайды. Тіл арқылы кеңеседі. Өте жақсы балалар. Адамзат тілінің шығуы
өте ерте заманнан басталады. Алғашқы адамдар қоршаған орта жағдайына байланысты ру, тайпа болып бірікті. Ұжым болып қалыптасқаннан кейін адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау қажеттігі туды. Адамдар өз ойларын бір-біріне жеткізу, түсіндіру үшін әртүрлі іс-қимылдарды қолданған, немесе тастарға суреттер салған. Әртүрлі жалаушалар, белгілер пайдаланған. Балалар, есімізге түсірейікші, сөйлеудің қандай түрлері бар еді? Дұрыс айтасыңдар, сөйлеудің ауызекі және жазбаша түрі бар екен. Біздің еститін және айтатын сөйлемдеріміз ауызекі сөйлеу деп аталады. Яғни бұл үн арқылы берілетін сөйлеу. Ауызекі сөйлеу адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, әңгімелесуі, сөйлесуі, хабарласуы тіл арқылы жүзеге асады. Және сөйлеудің бұл түрі арқылы өз ойымызды білдіре аламыз, әр нәрсені сипаттап айта аламыз. Жазбаша сөйлеу жазылып берілетін сөйлемдер. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Ерте заманда адамдар әріптерді білмеген. Олар айтқысы келген ойын, сөзді суретпен бейнелеген. Мұндай суретті бейнелер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа бейнелер пайдаланамыз. Қазір балалар, кітапханада ата мен бала дүкенде тақырыптарына диалог құрастырасыздар және оны сахналайсыздар. Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Диалогке қатыса отырып, бір-бірімізбен қатынас жасау арқылы ауызекі сөйлеу түрін пайдаландық. Енді құстар қалай дыбыстады ойынын бірге ойнап көрейік. Қазір сіздерге құстардың суреттерін көрсетемін, ал сіздер оның қандай құс екенін және қалай дыбыстайтынын айтасыңдар. Мынау бүркіт, ол шаңқылдайды. Мынау қаз, ол қаңқылдайды. Мынау тырна, ол тыраулайды. Мынау торғай, ол шырылдайды. Мынау сауысқан, ол шықылықтайды. Жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы өте тамаша орындадыңдар. Енді оқулықтағы мәтінді түсініп оқып, көшіріп жазайық. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды, мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Соңғы екі сөйлемге сұрақ қойыңыздар және жауап беріп көріңіздер. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандыңыздар? Жарайсыңдар балалар. Енді жұмбақтар шешіп көрейік. Және жұмбақтың шешуіндегі сөздер сөйлеудің қай түріне жататын анықтайық. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлей алады. Бұл жұмбақтың жауабы қат екен, өте жақсы. Сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақыласқан көсем. Дұрыс айтасыңдар, кітап екен жауабы. Әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші, әр үйде бар тапқышын, кәне білші. Бұл жұмбақтың жауабы радио екен. Құлағында құлағым, аузында аузым, күнде естіп тұрамын жолдасымның дауысын. Өте жақсы, телефон екен. Қат және кітап сөздері жазбаша сөйлеу түріне жатады екен, ал радио, телефон сөздері ауызша сөйлеу түріне жатады екен. Жарайсыңдар оқушылар. Енді өз үйіңе кіргіз ойынын ойнайық бірге. Сіздерге жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым сөздері берілген. Осы берілген сөздерді тесті үйшіктермен сәйкестендіріп, ой қорытынды жасап көрейік. Жарайсыңдар оқушылар. Жазылым, оқылым сөздерін жазбаша тілде сөйлеу үйшігіне, ал айтылым,
тыңдалым сөздерін ауызша тілде сөйлеу үйшігіне кіргізіпсіздер. Бүгінгі тапсырмаларды өте жақсы орындадыңыздар. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Тіл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау құралы екенін, ауызша сөйлеу түрлеріне бетпе-бет сөйлесу, телефон, теледидар, радио, тағы басқа құралдар қолданатынын, жазбаша сөйлеу түрлеріне хат, кітап, газет, журнал, интернет, электрондық хабарлама, факс, тағы басқа құралдар қолданатынын, тіл арқылы хабар беруге, сөйлесуге, кеңесуге, білмегенін сұрауға, пікірлесуге болатынын үйрендік. Бүгінгі сабақтағы білімдерімізді жетістік баспалдағы арқылы өздеріңіз бағалай қойыңыздар. Үйден оқулықтың 7-ші бетіндегі 5-ші жаттығуды орындаймыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.